Одан кейін тағы бір айтатын нәрсе, осы жерде барлығы жамағат, осы жерде барлығы намазхан, осы жерде барлығы әйтеуір діннің артында жүрген жігіттер ғой мысалы. Әшейін қарапайым адамдар сияқты өмір сүріп жатсаңыз, қорқыңыз. Қарапайым өмірдегі ақырет үшін дайындалмайтын адамдар сияқты өмір сүріп жатсаңыз, сөйлеуіңіз, сөйлеу стиліңіз, мәмілеңіз, отбасыңыз, жүріп тұруыңыз, ішіп жеуіңіз, сол сияқты адамдар болса қорқыңыз. Сізде ешқандай өзгеріс жоқ. Сізде ешқандай өзгеріс жоқ. Өйткені ақырет үшін өмір сүретін адамдар мен ақырет үшін өмір сүрмейтін адамдар бірдей бола ма? Айтыңызшы маған. Ақырет үшін өмір сүретін адамдар мен ақырет үшін өмір сүрмейтін адамдардың ішіп жеуі бірдей бола ма? Киім үлгісі бірдей бола ма? Өмірде ұстанымы бірдей бола ма? Жұмысы бірдей бола ма? Сөйлеген сөздері бірдей бола ма? Ойлайтын ойлары, армандайтын армандары, мақсаттары бірдей бола ма? Болмайды олай. Ақыретті ойлайтын адам мен ақыретті ойламайтын адам бірдей өмір сүріп жатса, не ақыретті ойламайтын адам ақыретті ойлайды, не ақыретті ойлайтын адам ақыретті ойламай өмір сүріп жүр. Одан басқа жол жоқ. Ал қазіргі таңда біз мәселен өмір сүріп жүрміз, мұсылманбыз, намазханбыз, ақырет дейміз, жәннат дейміз, тозақ дейміз, бірақ ақырет, жәннат, тозақ деп ойламайтын адамдармен өміріміздің бәрі бірдей. Сөзіміздің бәрі бірдей, мінезіміздің бәрі бірдей, сол баяғы мінез, амалымыздың бәрі бірдей, жеп атқан нәрсеміздің бәрі бірдей, халал ма, харам ба, ол дұрыстап сойылған ба, дұрыстап сойылмаған ба, біреудің малы ма, мүлкі ма, кім сой, қызық емес. Киіп атқан киіміміздің бәрі бірдей, айтып атқан сөзіміздің бәрі бірдей, айыра алмайсың. Әнері тұрады біреу ақыреттік адам, нері тұрады ақырет ойламайтын адам. Аузынан шығып атқан сөздерді қарасаң, айыра алмайсың. Ақыреттік адам ба, ақыреттік адам емес па? Қайсысы ақыреттік адам? Егер де бұлай бірдей өмір сүріп жатырмызға қорқу керек. Значит, біздер ақыреттік адам бола алған жоқпыз әлі.